Биыл мектеп әкімшілігі балаларға кітаптармен қоса техникалық құралдар да тапсырды. Бозай ауылдық округіндегі нөмірі 59-шы Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта мектебінде оқушыларға 8 смартфон, 4 ноутбук, 3 компьютер берілген. Осы және өзге де мәселелер бойынша арнамыздың түсірілім тобы арнайы барып, өңірдегі мектептің жағдайын көріп қайтқан болатын. Бозай ауылдық округ аумағында нөмірі 58-ші Ыбырай Алтынсарин атындағы және нөмірі 59-ші Бауыржан Момышұлы атындағы 2 мектеп бар. Өңірдегі жалпы оқушылар саны бүгінде 661-ге жетіп отыр. Солардың 450-і тәлім алатын Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта мектебінде 56 мұғалім сабақ береді. Қазір мектеп түгелдей онлайн мектеп және WhatsApp желісі арқылы қашықтан білім беруде. Оқушылардың үлгерімі, олардың оқуға арналған техникалармен қамтылуы және мұғалімдердің жұмысы туралы мектеп директорынан сұрап білдік. Қазір таңда 450 оқушы бірінші 11 сыныптар аралығында. Барлығы онлайн оқытылуда қазір кезде. Бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша үлгерім өткен жылғымен салыстырғанда ілгерушілік бар. Барлық оқушы қазір бізде ауылымызда интернет желісі актив, Билайн, Теле2 барлығы толық жұмыс істегендіктен ол ешқандай кедергіге тап болған жоқ оқу кезінде. Барлық оқушы да үйінде интернет желісі жұмыс істеп тұр. Оны күнделікті сынып барып, оқушылардың қалай қатысқандығын, қалай жаңағы сабаққа қатысуын барлығын қадағалап отыр. Барлық оқушы сабаққа қатысып отыр қазіргі таңда. Және біз әлеуметтік жағдай төмен болған оқушыларымыз енді ішінара болады ғой. Бұғанға аудандық білім бөлімінен 8 смартфон, 4 ноутбук, кейін қажет болған оқушыларға 3 компьютерді таратып бердік. Ал қалғандарда ешқандай қажеттілік болған жоқ, барлық оқушылардың өзінде бар. Былтырмен салыстырғанда ешқандай төмендеушілік болған жоқ оқушыларда. Бізде ауданда рейтинг шығарылып тұрады, рейтинг бойынша да біз алдыңғы ондықтамыз. Барлығы 8 онлайн курстан өтті. Осы қашықтан оқыту бойынша оның ережесі, талабы, сол бойынша барлығы сертификаттарын алды. Қашықтан оқыту бойынша қазіргі кезде ешқандай бізде қиыншылық жоқ. Барлығы онлайн мектеп формасы бойынша оқушылар қалай кіреді, ата-аналарға қалай қажет болған кезде кіреді, бәріне түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Өңірде интернет мәселесі шешімін тапқан, сондықтан мұғалімдер де, балалар да уақытылы сабақ оқуда. 9-шы А сыныбына кіріп тұрмын. Мына жерде оқушылармен сәлемдескенім, одан кейін WhatsApp арқылы керекті материалдарды жіберіп отырғанмын. Мына формуласы, мына жерде керекті материалдар түсіндіріп өттім бір-бірі. Мына жерде презентация жібергенмін осы тақырып бойынша. Және YouTube желісі арқылы осы тақырып түсіндіретін ссылка жібердім. Оқулық бойынша 3-5 жаттығуды орындағанбыз. Мына жерде біріншісі, екіншісі, үшіншісі. Не бұл бүгінгі WhatsApp арқылы өткен сабағымыз. Ал енді онлайн мектепте оқушылардың тапсырмаларды орындаған несін пайыздарын көріп шығайық. Мынау онлайн мектептегі оқушылардың алған балдары. Балнұр Зұпарбекқызы, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасы, жаңалықтар.